Армысыздар ағайын. Мен Бесжан Күмісбек. Алдағы 9 маусым, яғни 4 күннен кейін өтетін заңсыз сайлауға түбегейлі қарсымын. Яғни көкірек ояу, көзі соқыр емес, шын оппозицияда жүрген халықпен біргемін. Заңсыз сайлауға жол жоқ, бойкот. Неге заңсыз сайлау, неге бойкот? Өйткені бұл әуелден уақытынан тыс өткелі тұрған сайлау өте асығыс, және қазіргі биліктегілердің жоспары бойынша өткелі тұрған сайлау болған соң, ал қазіргі билікке мен мүлдем сенбеймін, 100% сенбеймін. Және менің сенбейтініме өздері кінәлі. Осы уақытқа шейін алдап келді бізді. Құрғақ сөзбен алдады. Сайлау енді өкінішке орай бұл сайлау әуелден өздерінің залым басшы Нұр Отанның өздерінің кесірі, және де осы сайлауды қолдап өзін оппозиция санап, және осы уақытқа шейін әдемі сөзімен халыққа танылған Ринат Зайытов пен Әміржан Қосанов ағамыздың кесірінен бұл сайлау, заңсыз сайлау, заңды болмақ. Олар барынша халықты сайлауға шақырып отыр. Заңсыз сайлауға. Өздері әділетсіз сайлаудың ортасында тұрып, бүкіл халықты әділетсіздікке шақырып отыр, яғни. Әуелден сайлаудың шартына келетін болсақ, онда көрсетілген Қазақстан мемлекетінің мемлекет қызметкері болып 5 жыл қызмет атқару керек, және 15 жыл Қазақстанның аймағында тұру керек, Қазақстанның территориясының ішінде. Ал ол заң Назарбаевтың заңы. Ал және сол Назарбаевтың өзі ұсынып отқан Қасым-Жомарт Тоқаев 2011 жыл 12 наурыз айынан бастап Біріккен ұлттар ұйымы Женева, яғни Швейцарияда Біріккен ұлттар ұйымының хатшысының орынбасары болып қызмет атқарды. Яғни ол 3 жыл елде тұрған жоқ, 2011-2013 жыл. Ал сол 2013 жылдан бастап қазіргі 2019 жылға 15 жыл өтіп кетті ме, бұл қалай сонда? Әлелерде олардың әдетте 2030-ға жете алмай, дамыған елдің қатарына қосыла алмай, 2050 стратегиясын құрып жүрген ел емеспіз бе? Жылдан жылға алданып жүрген еліміз ғой. Уақытқа жете алмаушылық бұл кезі қалай болып кетті? 2013-тен 2019-ға шейін 15 жыл өтіп кетті ме сонда? Бірінші диктатор, екінші диктаторды алып тастау керек мына сайлаудан. Бұл заңсыздық қой. 15 жыл өткен жоқ қой 2013 жылдан бері. Екі диктатор не былықтырып отыр? Күлсең шалға күл дейді. Және Әміржан аға, сіз елде демократияны орнатам, парламенттік республика құрам дейсіз. Демократия деген халықтың билігі, Ал қазір халық кеше құрылтайда өзіңіз көрдіңіз. Бір ауыздан барлығы, сіздің жақтастарыңызна Ринат ағалары бар, олар бойкотты қолдаған жоқ, сайлауға, яғни әділетсіздікке шақырып отыр халықты. Ал құрылтайдың шешімі бойкот. Халық бойкотты қалап отыр. Ал сіз халықтың сөзіне құлақ аспайсыз ба сонда? Сіз жақсы білетін шығарсыз, Әміржан аға. Халық қандай, басшы сондай болатын. Оны қазір біз жақсы көріп отырмыз. Мен мысалы жақсы көріп отыр бізге. Мен бойкотты қолдаймын. Және сізді қолдайтын адамдардың, сіз олардың саяси сауатын мүлдем ашпадыңыз, олармен жұмыс жасамадыңыз. Мына сайлау уақытында аяқ астынан пайда болып, билікке өте қарқынды түрде ұмтылып атсыз тура. Сіз азаматтық сананың оянуына, азаматтық қоғамның қалыптасуына әуел үлес қосуыңыз керек қой.
артыңыздан халықты ердітіп митингтерге алып шығыңыз халықты. Халық әділеттілік үшін күресетін болса, сол кезде ғана біздің елде әділетті билік орнатылады. Ал халық үндемей, мен бәрін қатырам дейтін болсаңыз, біз үшінші диктаторға тап боламыз. Өйткені халық үндемейді ғой. Сізге керегі сол ма әлде? Айтпақ қойыңыз, халық үшін барлығын өзім істеймін деп. Әуелі халықтың санасы ояну керек. Азаматтық сана, өзінің пікірі қалыптасу керек халықтың. Сіз соны оятпай, сол халықтың арасында болмай, билікке ұмтылғаныңыз және сайлаудың заңсыз екенін біліп отырсыз. Сіз және оппозицияны өзіңізбен бірге болғанға шақырасыз. Жалпы адам баласы әділетсіздікке, шындыққа, бір жалғандыққа не үшін қарсы болады? Әділетсіз осы қазіргі Нұр Отанның жүйесіне не үшін қарсы болып отыр? Бойындағы ары намысы жібермей жатыр, иә? Содан қарсы болмай ма? Әділетсіздікке жол бергісі келмейді ондай адамдар. Сіз сондай адамдарды әділетсіз сайлауға өзіңіздің жаныңызға шақырып атқаныңыз мүлдем миға сыймайды. Керісінше сіз оппозициямен бірге болыңыз. Мен жаспын, бірақ есімді білгелі оппозицияны көріп келем, тыңдап келем. Мүмкіндігімше ол ағалармен жолығып, ақыл кеңестерін алып жүрмін. Олардың жасарал ағалар бұл уақытқа шейін ол сіз билік деп сынайтын болсаңыз, жалпы билік деп, олар Назарбаев деп сынайтындығын ашық түрде. Мінезімен олар, мінез байқалатын ол кісілерден. Ол кісілер бойкотты қолдап отыр. Халық қайда қарау керек, қайда сену керек? Әрине, тік айтатын адамдарға, мінезі бар адамдарға сену керек қой. Жасарал аға мен Балташ аға екеуінің видеосын көруге шақырам бүкіл халықты. Шын оппозицияда жүрген сол кісілер, митингке шығып, қамалып, қудаланып жүрген ағалар сол кісілер тіке айтып, халықты екіге бөлмесеңіздер екен деймін. Ринат аға, сіздің сөзіңіз бар ғой, көк түріктің ұрпағы үруді қайдан үйрендің деп. Сол сөздің төркіні өзіңіздің тәніңізден алшақтап тұрған жоқ қазір. Өз-өзіңізде аспай жатыр ол сөздің төркіні. Халықты екіге бөліп атсыздар ғой сіздер. Сөздеріңіз басқа, істеріңіз басқа. Демократия, демос, халық, кратус, билік, халық билігі. Халықпен бірге болуға шақырам, мына сайлау құрсын, бас тартыңыз сайлаудан. Өз жағдайыңызға қараңызшы, сіз заңсыз сайлаудың ортасында тұрып алып, бүкіл халықты соған дауыс беруге шақырып атсыздар. Яғни заңсыз сайлауды бүкіл әлемге заңды қылып көрсеткелі отырсыздар сіздер. Әділеттіліктің әрі қарай жалғаса беруіне себепкер болға отырсыздар сіздер. Бізде қазір мүмкіндік бар болып тұр ғой қолымызда. Бүкіл елдің назары бізде. Бақылаушылар келіп жатыр сырттан. Осы уақытқа шейін біз мына залым басшылардан жеңіліп келдік. Митингтерге аз шығамыз, қамалып қаламыз. Тіпті митингке жете алмай, үйімізден шығамай қамалып жатырмыз. Соның барлығын әшкерелеп, біздің елде диктатура екенін айқын көрсету үшін халық алаңға шығу керек емес пе? 9-10 күні. Сайлауға қарсы екенімізді білдіртуіміз керек қой. Сондай мүмкіндікті сіз де көріп тұрсыз ғой. Әлде сізге билік маңызды ма? Халық сіздің артыңыздан ғана жүргені маңызды ма? Халық оянып жатыр, қуанбайсыз ба? Халықтың арасында болыңыз. Ол күні ол бізге оқ атамайды, оны да сіз жақсы білесіз. Ол күні егер ол бізді әдеттегідей қолымызды қайырып, құлақ аспай қамайтын болса, яғни біздің елде демократияның көрінісі жоқ боп көрінеді,
ол келісім шартты бұзған болып табылады демократия жайында. Біріккен ұлттармен қойған. Үлкен сынға алынады. Оның арты Назарбаевтың санкциясына әкеп соғылады. Назарбаев санкцияға ұшырайды. Бізге керегі сол ғой. Ол қудаланса, оның жанындағы бүкіл ана жақтастары, олар бір 30 шақты адам шығар, милициялар қорықпасын, полициялар қорықпаңыздар. Сіздерге түк болмайды. Оның жанындағылар ана араны ашынғандар, олар да қудаланады. Бізге керегі сол. Балық басынан шірейді. Шіріген бас кімге керек? Соның көзін құрту керек біздің басты мақсатымыз. Халықтың мүмкіндігін тартып алмаңыздар. Ринат аға, сізге және Әміржан ағаға айтып отырмын. Белсенді екеулеріңіз, сөз өнерін жетік білген екеулеріңіз, қазақ халқы өзі сөзге еріп кеттік қой қазір, әдемі сөзге. Сіздер соны жақсы пайдаланатсыздар. Сіз осы уақытқа шейін халықтың Ринат аға, жалпы сіз өзі 2016-та бүкіл телевизияны шақырып әйтеру жер сатылуына қарсымыз деген бір үндеуіңізді көрген болатын, бірақ дәп сол 21 мамыр мен Алматыда болдым. Тәртең ең бірінші болып біз ұсталып Жетісу облысында болдық. Бізде заң бар, 3 сағаттың ішінде біздің жеке басымызды анықтау керек, 3 сағаттан артық ұстамау керек. Бұлар өз заңдарын өздері бұзып атты, 3 сағаттан артық ұстады. Біз андаңғы ер адамбыз. Біз шыдамадық, қақпаны бұзып қайта шығып кеттік. Қайта алаңға бардық. Алаңға баратқан жолда Төле би Наурызбайда қайтан ұсталдық. Ол кезде Алмалы облысына апардық. Яғни ол күні мен 2 ровдда болдым. Және де басқа ровдда болған, ішкі істер бөлімінде болған жігіттермен байланыстамыз. Өздеріңіз жоқ болдыңыздар ғой сол митинг уақытында. Естімеппін мен сіздерді сол кезде алаңға шықты дегенді. Митинг болмай тұрып телевидеодан шақырып бір сөйлегендеріңіз бар, ол анық. Бірақ халықтың арасында жоқсыздар ғой сіздер. Халықпен бірге болуыңыз әуелі. Халқыңызбен бірге. Олар қудаланып атқанды сізде көріңіз. Қамалып атыр. Сөз еркіндігі шектеліп атыр. Халық бастайды, халық жеңеді. Сіз айтасыз, біздің басты жауымыз бір ғана жау, ол Нұр Отан дейсіз. Ол сіздің өзіңіздің жеке жауыңыз шығар. Ал халық біздің басты жауымыз, ол әділетсіздік, ол жалған жүйе. Ол тек қана Нұр Отан емес. Нұр Отан деген кейін бір жақсы партия болуы мүмкін. Халықты бір ғана партиямен үйтіп алдамаңыз. Өздеріңіздің арттарыңызға халықты ерту, бір опай жинау үшін үйтіп айтпа қойыңыз. Мына халық, Міржақып айтады ғой, мына қазақ халқы келмейді мініңді айтсаң дүзеткісі дейді. Біздің мініміз, біздің бейжайлығымыз, мына елдегі біреу қамалып атса, несі бар еді, оның алаңға шығып дейміз. Хабардың өтірігіне сенеміз. Құлдық санадан әлі арылмағанымыз. Әділеттілік үшін күреспей жүрміз. Бөлінеміз әлі күнге шейін. Кінәнің барлығы өзімізде. Егер біз әділеттілік талап етсек, күрессек, алаңдарға шықсақ, мына басшылардың өздері ақ өзгеріп шыға келеді. Өйткені біз қандаймыз, басшы сондай болады. Біз бірлікте болсақ, біз үлкен күшке айналып әділеттілікті көп болып талап етсек, басшылар бізден қорқатын болады. Әр реформа, әр өздерінің заңдарын қабылдар кезде бізбен санасатын болады. Өйткені үлкен күшпіз ғой біз, біріккен болсақ егер. Сол үшін әуелі біз бірігейік, бөлінбейік.
Бірінші жау өзіміз біз. Өзіміздің күреспейтініміз ғой. Әділеттілік тілесе атаңның да айыбын айт дейді. Мұхтар Әуезов айтады. Әділеттілік тілесе атамның да айыбын айтам дейді. Мұхтар атамыз айтады, Мұхтар Шаханов. Мың намыссыз құлдығыра құлаған, қымбат маған қас қайып кеп шындықты айтқан бір адам дейді. Шындықты айтып жүрген, әділдікті қалап айтып жүрген қаншама ағаларымыз қамалып кетіп жатыр. Олар не үшін қамалып жатыр? Сіздерді бір іздеп артынан бардық па біз? Ер азаматтарымыз не үшін қамалып жатыр? Неге қудаланып жатыр? Неге оны телеарналарда оны қылмыскер қылып, жаман қылып көрсетіп жатыр? Ақиқатты іздемей жатырмыз біз, ағайын. Бізде айтады ғой, елім деген ер болмаса, ерім деген ел қайдан болады деп. Бүкіл елге айтарым, елім деген ерлер бар, қамалып жатыр, қудаланып жатыр, атылып жатыр. Ал ерім деген ел қайда? Қайдасыздар сіздер? Біз осылай қудаланып жүре береміз бе? Бір-бірден қамалып. Мына біздерді қамауға көшті ғой енді, жастарды. Халық, біз бір болуымыз керек, бірігейік. Бойкот, алаңға шығыңыздар. Ол біздің заңымызбен де рұқсат ол. Өз пікірлеріңізді айту, сөз бостандық. Біз демократиялық мемлекетпіз құжат жүзінде. Сон іс жүзінде көрсетейік біз, халық. Еш нәрседен қорықпай, өзгерістен қорықпайық. Жастар әсіресе, замандастар. Барлықтарыңызды түсінемін, мен жаспын. Ортамыз бір біздің. Қазір барлықтарыңызға, студенттер әсіресе, қол қойдырып алды. Сайлау уақытында қайда болады? Қол қойдырып алды деген сөз, ол сіздердің психологиялық әсер етіп жатыр, сіздерге бір қорқыныш пайда болды. Не үшін қол қойдырып алды? Сіздер аяқтарыңызды аңдып басып, өз-өздеріңізден қорқатын жағдайда жүрсіңдер қазір. Ол құлдық сана. 2018 тәуелсіздік күні 16 желтоқсан алаңда болдым халықпен бірге. Сол кезде арамызға бір жас бала келді, студент. Ол ортада жастар аз еді. Сол жас баланы өзім әңгімеге шақырып сөйлескенімде жатақхананың екінші этажынан секіріп кеп отыр екен. Өйткені жатақханада түскі 2 кешін шығармайды оларды, студенттерді, Алматыда. Алаңға барғанын қаламайды жастардың. Басқа елдерде тәуелсіздік деген ол ең киелі той. Біздің елде той жасамаса да құрбандарымызды еске алып, тәуелсіздіктің қалай келгенін айтып насихаттау керек қой, біз оның қадірін түсіну үшін жастардың. Керісінше оларды айтпайды, құлдық санаға тәрбиелеп отыр мына билік. Жастарға айтарым, тура осылай жүре берсек біз, алдағы ағаларымыздан еш айырмашылығымыз болмай қалады біздің. Біздің де пікір айтуымыз екіталай құлдық ұрып жүре беретін боламыз. Әй қоя сал, әй қайтесің деп. Қазір заман ашық, көріп отырсыздар басқа елдерді. Тіпті достарыңыз да барып келген шығар басқа елдерге. Әлде қайда дамып кеткен. Батыста медицина тегін, білім саласы тегін, сөз бостандық, бас еркіндігін шектемейді ол жақта. Біз соған ұмтылуымыз керек. Барлықтарыңыз әлеуметтік желіні жақсы қолданасыздар ғой, чаттар ашыңыздар.
саяси сауаттарыңызды ашыңыздар. Елдегі оппозиционерлардың тізімін жасаңыздар, ізденіңіздер, не айтты, не деді, оқыңыздар, көріңіздер. Мына ағалар бұлар, орыстың тәрбиесін алғандар бұлар, кеңес үкіметінің. Бұлар кетеді, біз қаламыз. Өзгерісті және де біз жасаймыз. Мына биліктегілерге, Әміржан аға, сіз билікке ұмтылып жатсыз, билікке келді дейік ал, жарайды. Және қазіргі биліктегілер сайқалдықтарыңыз арқасында билікте қалды дейік сіздерді. Екі жаққа да айтарымыз, біз жаспыз, біз тәуелсіздікте дүниеге келдік, біз санамыз бәрі азат біздің, біз алданбаймыз. Сіздерге ескерткім келеді. Бұдан әрі қарай сіздердің сайқал, жиіркенішті саясаттарыңыз, жүйелеріңіз жалғаспайды. Біз оны өзгертеміз, жастар. Өздеріңіз өзгертпесеңіздер, біз өзгертеміз. Тарихтан сабақ аламыз. Тарих дәлел. Жастар бізге азаттықты алып берген. Өкінішке орай оны билік алып кетті, қайдағы бір 30 шақты адам. Ал бүкіл халыққа біз алып беруге дайынбыз, құрбан болуға дайынбыз. Саясат сасыған жұмыртқа дейді ғой. Жиіркенішті қазір елімнің саясаты. Өзгертіңіздер. Халықпен бірге болыңыздар. Бұл сайлау өкінішке орай болғалы тұр ғой, халықтың қалауынсыз. Бұл сайлаудан кейін күзге шейін еш нәрсе өзгертпейтін болсаңыздар, желтоқсанда жастарды алаңда күте беріңіздер. Біз шығамыз ол кезде. Әрекет етіңіздер. Білімдеріңіз жеткенмен мінездеріңіз бармай жатқан шығар қазір. Әлихана бабам айтады ғой, ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деп. Сол мінез жоқ сіздерде. Қытайға бір жалтақтап, орысқа бір жалтақтайсыздар. Орыстың елтаңбасы қос қыран, біздің бабаларымыз алтын орданың байрағы. Мына Қытай Айдахар дейді оны. Айдахар емес ол. Өзіміздің түркі туыстарымыз Тартарияның байрағы ол. Тартария екеуі де біздің түпкі тегіміздің байрақтары. Біз әлі тұран боламыз, әлі қаған құрамыз. Ринат аға, бұл біздің сайлау соңғы мүмкіндік емес, сіз қателеспесеңіз. Жер бетінде тіршілік бар кезде біз бармыз. Біздің күрес ешқашан тоқтамаған, тоқтамайды. Ешқандай соңғы мүмкіндік деп шектемеңіз біздің санамызды. Біз әлі жарқ етеміз, ант етеміз. Халықпен бірге болыңыздар. Сайлауға бойкот ағайын. Аман болыңыздар.